Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар. Қазір Microsoft PowerPoint бағдарламасында бағдарламасын пайдалана отырып, осы бағдарлама аудио және өзіңіздің камерадан түсіріп отырған видеоңызды бірге қалай оңай түсіруге болатынын көрсетемін. Бұл жерде бізге керегі Zoom бағдарламасы. Zoom бағдарламасын ашамыз, орнатып ашқаннан кейін бізде новый конференция деген батырма тұрады. Осы новый конференция батырмасын басамыз. Басқаннан кейін бізде камера шығады. Және войти использованием звука компьютера батырмасын басамыз. Бізге себебі аудиода бірге қажет болады. Енді камерам басқа жаққа қарап тұрғандықтан, міне камерам істеп тұр. Осы басқа шетке қаратып қойдым. Енді осылай камерамызды, жаңағы аудиомызды, микрофонымызды дайындап алғаннан кейін, барлығы істеп тұрғаны көз жеткеннен кейін, запись деген батырма тұрады. Осы запись батырмасын басқаннан бастап, барлық іс-әрекет, осы бағдарламаның, мына окошканың ішіндегі барлық іс-әрекет жазыла бастайды. Басам, запись кетті, міне запись дейді. Пауза деген бар, стоп деген бар әзірше. Енді слайдты қалай бірге жазуға болады. Сіз осы записьті басқаннан кейін амандасып балаларға осы сабаққа сәттілік тілеп, жаңағы сабағыңызды бастап алғаннан кейін слайд көрсете бастаймыз. Бұл жерде демонстрация экраны деген бар. Демонстрация экранада көріп тұрғандарыңыздай әр түрлі пункттар тұр. Бұл жерде ашық тұрған бағдарламалар тұр, экран тұр, және PowerPoint тұр. Презентация Microsoft PowerPoint. Бұл егерде Microsoft PowerPoint-тарыңыз ашық тұрса, осылай шығады. Осы жерге шығып тұрады. Алдын ала ашып қойсаңыздар, соны таңдасаңыздар болады. Совместное использование, немесе экранды да басып, совместное использование жасасаңыздар да болады. Екеуі де бір қызмет атқарады. Мен PowerPoint-ты басайын. Показ слайдов сначала. Енді байқасаңыздар, оң жағында біздің камерамыз ешқайда жоғалған жоқ. Керісінше шығып тұр. Бұны үлкейтіп, кішірейтсеңіздер болады. Экранның кез келген нүктесіне қойсаңыздар болады. Мысалға, бұл жерде сіздің түріңіз тұрады. Сіз бірге сөйлеп жатқан сөйлесеңіз, осы жерден көрініп тұрады. Сіз өзіңіздің слайдыңызды ауыстырып, алдыға, артқа ауыстырып алғаннан кейін, бұл жерде бір ыңғайлысы комментировать деген бар. Мысалға, рисовать дейді. Біреуін таңдап, мысалға, мына пункт былай деп осылай көрсетсеңіз болады. Осы жерден барынша пайдаланып, мысалы, метка қойсаңыз болады. Бұны болғаннан кейін остановить демонстрацию деген батырма бар. Слайдыңызды толықтай көрсетіп болғаннан кейін остановить демонстрацияны басамыз. Қайттан камераның бетіне түсеміз. Бұл жерде ең сабақтың соңында өзіңізді үй тапсырмасын беріп, және балалармен қоштасқаннан кейін, қоштасып сабағыңыз бітті деген кезде остановить запись деген батырма басамыз. Немесе мына жерден де бассаңыз болады, немесе мына жерден де бассаңыз болады. Болды. Енді басқаннан кейін бізде барлық запистар тоқтады. Енді біз осы конференцияны шығуымыз керек. X-ті басамыз, завершить конференцию для всех басамыз. Енді бізге окошка шықты. Convert meeting recording дейді. Бұл жерде файлды видеоға айналдырып жатыр. Күте тұруымыз керек айналдырып біткенше. Айналдырып бітті. Енді бізде 3 файл шықты. Қараймыз. Мысалы, Zoom 0 дейді. Біз бұны ашып көрсек. Міне, видеомыз кетті. Видеоның звугы бірге кетіп жатыр. Мен әзірше өшіріп қойдым бізге, мешет етпесін. Өстіп айналдырып видеоны көрсеңіздер, қазір слайдтан бастап көріп көреміз, байқап. Мына жерде жаңағы сурет шығып тұрады. Бірге жүріп айтылып жатады. Мен жаңа үлкейген сәтім. Байқасаңыздар, толықтай запись жүрілген, дауыс шығып тұр.
бұл жерде міне жаңа меткаларымыз да жасалған, бірге түсіріп алған. Және видеода ешқайда кеткен жоқ тұр. Дәл осылай слайд жасасаңыз болады. Енді осы файлды аласыз да WhatsApp-пен немесе почтамен оқушыларға жіберсеңіз болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.